Негізі байлықтың бәрі қолда не сыртта емес, ол мидың ішінде. Адам қолмен байымайды, адам миымен байлыққа қол жеткізеді. Адамға құлшылық ететін адамдар бар. Көптеген адамдардың, тіпті әркімнің десе де болады, табынушылары, құлшылық етушілері бар. Олар көбінесе бай кәсіпкерлер, спорт немесе өнер жұлдыздары. Өздерін солардың жанкүйері, яғни құлы екенін ашық мойындайды. Жалпы танымал адамдар мен шіріген бай репутациядан айырылуына, жеке басының дүние мүлкінің қауіпсіздігіне қатты алаңдайды. Танымал және бай адамдардың көбісі іште емес, тек сырттай ғана бақытты. Біз өмірден тек ақылмен қабылдай алатын ақпаратты ғана аламыз. Бір адам дүние өзеннен ризық нығметтерді шай қасықпен, ал екіншісі кесемен алады. Үшіншісі шелекпен, ал ең ақылдысы бөшкемен алады. Өмір қағидаларын меңгергеннен кейін сіздің өміріңіз бақытқа, махаббатқа, еркіндікке, сенімділікке және ақшаға толы болады. Бұл жалған сөздер емес. Өйткені өзіңіздің шексіз әлеуетіңізді білдіруден және бай шығармашылық қабілеттеріңізді дамытудан, іштегіні сыртқа шығарып босатудан басқа адамды жігерлендіретін және шабыттандыратын ештеңе жоқ. Себебі бұл өмірдің қағидаты. Қалтасы байлар қаптап жүр, кеудесі байлар боқтап жүр. Мұхиттардан бақыт аралын таппадым. Ормандағы ағаштар арасынан жұпар иіс сезіне алмадым. Жер асты байлықтарынан ешқандай пайда көре алмадым. Демек, мен қанағатсыз, тойымсыз бір бейшара жаратылыс екенмін. Ізгілік үшін шаршағанның ұйқысы тыныш болады. Байлық үшін шаршағанның басы даусыз болмайды. Байлық билікке де қол жеткізетіндігіне қарамастан, билік пен байлық бір нәрсе емес. Атақ, даңқ, байлық дегендерге адам баласы соншалық тойымсыз. Сол үшін ақ адамдар бір-бірін алдайды, арбайды, сатады, өлтіреді. Бірақ өле қалсаң, оның бәрі жер бетінде қалады да, өзге бір тірі пенделер үшін қызмет атқарады. Артыңда қалған сенің сол ақшаң, сол малың саған бірде-бір рет Құран оқып, дұға бағыштамайды. Тек жақсылығыңды көрген адамдар ғана, тым құрса сені иманды болғыр бәлешекең деп еске алады. Сондықтан бір-бірімізге қолдан келсе, тек жақсылық жасайық. Үлкен байлық пен биік мансапқа жеткен адам неге өзгереді? Өйткені байлық пен мансаптың буы болады. Ол бу пендеге бақи дүниені ұмыттырады. Байлықты қуа берсең, бір күні қалай оның құлақесті құлына айналып кеткеніңді сезбей де қаласың. Байлық қонақ. Ол үйіме келсе кіргіземін, бірақ жүрегімнің төріне шығармаймын. Байлық сарандықты азайтпас. Сіздің басты байлығыңыз жастық шағыңыз. Қазақстанның байлығы мол, бірақ шексіз емес. Ұқыпты білімді байлығымызға шын жаны ашитын азамат, сосын мамандар керек. Әлі де шала ұйқыда жүрген жігіттерді көргенде ішің ашиды. Дегенмен олардың намысына тиіп, санасын оята беру керек. Біз, геологтар, қанша байлық таптық, алтын күменің үстінде отырмыз, бірақ ең кедей елміз. Неге? Біріншісі, байлық маған еркін және қуанышпен келеді. Екіншісі, шексіз интеллектпен мен өзімді жоғары деңгейде көрсете алатын жерге бағыттайды. Үшіншісі, менің беделді ауданда әдемі үйім бар. Төртіншісі, мен жақсы көретін әйелге үйленгенмін.
Бай адамдар қоңыраулы мысық секілді, тышқандар оның қайда, не істеп жүргенін біліп отырады. Білімді адам орнымен сөйлейді, мәдениеті артады, байлығы мол, бірақ білімсіз адам байлығына масаттанып мақтанады, астамшылдық көрсетеді, сондықтан білім артық. Білім артық, ол жаныңды байытады, байлық жан дүниеңді шектейді, өзіңді тура жолдан тайдыруы мүмкін. Білім артық, білімің көп болғанымен есеп-қисап жүргізбейсін, байлығыңа ұдайы есеп жүргізіп тұру керек. Білімің көп болса, сені құрметтейді, байлығың көп болса, қызғанады. Білімнің артық болатыны содан. Білім артық, оны ұрыдан сақтаудың керегі жоқ, ал жиған байлығыңды ұрылардан күнде қорғау керек. Білімді іздей берсең көбейеді, оны жұмсағанмен азаймайды, байлық жұмсасаң азаяды. Білім артық болатыны содан. Білім артық, ол досыңды көбейтеді, байлық дұшпаныңды көбейтеді. Білім сені бағады, байлықты сен бағасын, сондықтан білім артық. Білім артық, өйткені ол пайғамбардан қалған мирас, байлық бақылдардан қалған мұра. Топас тоғышар байып кетсе, адамдық қасиеті одан сайын кемейді. Байлық теңіз суы секілді, ішкен сайын шөлдейсің, атақ даңқ та сондай нәрседі. Адам жалғыздықта ғана өзіне қайтады, жан дүниесіндегі бар байлығы өзіне ашылады. Ондайда әдемі киіміне қарамастан тоғышардың бейшара көңілі өксік атады. Ал есіл адамдар ең қағырда жүрсе де құлазуға ұшырамайды. Баянды нәрсе байлық емес, адамдық қасиет. Байлық тұзды су сияқты, ішкен сайын шөлдетеді, даңқ та сондай. Дүниедегі байлықтың түрі көп, солардың ішіндегі ең негізгісі де осы, нан байлығы. Түрлі байлық бар, солардың таңдауын берсе, мен тіл байлығын таңдар едім. Өйткені тіл байлығы бәрінен де сенімді байлық. Бақыт қарапайым өмір сүруде. Зәулім үй салып шаршағанша, жай үй сал. Қымбат машинаға асылғанша, зулап тұрған көлік ал. Қанағат етіп жаныңды тыншыт, өмір аққан судай сені ағызып барады, соны ойла. Маңызды емес, бай немесе жоқ. Мен бақытты адамын, себебі мен істеген нәрседен ләззат аламын. Бұл іс жүзінде басты байлық. Байлық та, мансап та саған сынақтан басқа ештеңе емес. Байлық пен атақ кездейсоқтық емес. Сіз орта мектепті бітіргеннен кейін долларлық миллионер болмайсыз, немесе сіз өзіңіз ақша тапқаннан кейін тойлайтын 6 палубалы яхтаның иесі боласыз. Табысқа қажырлы еңбектің арқасында жетуге болады. Ол кездейсоқ бақытсыздықпен келмейді. Әсіре даңқ пен асыра байлық, ұятсыздық пен бұзақылық құшағында тұншықтырады. Бақыт пен денсаулық тілемеңіз, сәттілік тілеңіз. Титаник жолаушыларының барлығы бай қуатты болды, ал жолы болғыштары бірнешеу ғана. Қанша байлық жесаң да, бұйырғаннан артық жей алмайсың. Бар бақыр, жоқ алтын. Қолыңа күміс қонса, алтын өзі келер. Жалпақ әлемді аузыңа қарату үшін рухани ерлік керек. Жалпақ әлемге қысылмай, қымтырылмай қарау үшін рухани байлық керек. Бос уақытымды тиімді пайдаланғанымның арқасында мен қазір баймын. Қазына бірге емес, көпке байлық. Бақ пен дәулет тең келсе, адамның толар кемелі. Бай болу, кедей болу, тағдыр ісі.
Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен іздер болар. Байлық түбі ақыл һәм қол ұсталығы. Осы екеуі қосылмай адам баласы қазынаға жарымайды. Байлық басы көпке байлаулы емес, базарда ақша болатынға байлаулы. Санасы рухани байлыққа болған адам, ол өмірдегі ең мықты адам. Байлық қанағат пен еңбекте. Адамның байлығы оның янындағы теңгенің санымен өлшенбейді. Бай байлыққа аш көз, тіпті әдемі алтыннан жасалған киімде де ағынды суларға отыратын жылтыр шыбынға ұқсайды. Қиындық көрмей байлық келмейді. Қадіріңді кетірме, ол сенің таптыр, мас байлығың. Байлықты бөліспесең, оның еш мәні қалмайды. Егер мен байысам, тек қана кітап сатып алар едім. Мал-мүлік жедім деп мәз болма, жан кеткенде кетеді. Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес. Бай болғаннан гөрі ақылды болыңдар. Байлықтан айырылсаң да, ақыл өзіңде қалады. Еңбек ете білудің өзі байлық. Байлық жақсы екені елге мәлім. Өзің істеп әдет қыл, келсе халің. Қолың білсе біреуге жалынбайсың. Шыдамды бол, еріншек болма, жаным. Байлыққа қосар үлесің болмаса, байлықтан алар үлесің де жоқ. Байлықты малдан емес, адамнан іздеген жөн болмақ. Не керек жатқан байлық судай тасып, тұрмасаң қалың жұртқа қарайласып. Адамдардың көпшілігі күндердің күні бай болып оянатындарына сенеді. Олардың ойы жартылай дұрыс, өйткені олар бір күні шынымен де оянады. Байлық барлық болғанда, өнер мұрат, байлықтан мұрат шықпаған, ал мұрат тірлік. Ай ортақ, қайырлы болса бай ортақ. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Кейбіреулерге қанша мал бітсе де, байлық бітпейді. Білгенге қиын емес кету байып. Байлықтан артық достық бар, достықтан артық байлық жоқ. Егер сіз жұмыс уақытыңызды келесі демалысқа қанша сағат және минут қалды деп есептеумен өткізсеңіз, онда сіз ешқашан миллиардер бола алмайсыз. Балаларыңа өздері таппаған байлықтың салмағын салып қажеті жоқ. Бұл олардың өміріне балта шабады. Денсаулық байлықтан қымбат. Байлықтың мәні байлықты иеленуде емес, оны ұтымды пайдалана білуде. Кім көпті біліп, көңіліне түйсе дәулеті артар. Игілік оған жар болар, бейнеттен кетіп, зейнетке жетер. Денсаулық ұлы жеңіс, қанағат ұлы байлық, сенім ең жақсы туыс. Байлық бұл өмірді соңына дейін сезе білу қасиеті. Алтын, күміс жиған адам бай емес, сөз жиған адам бай. Таң сәріде оянған дұрыс, себебі бұл әдет мықты денсаулыққа, байлық пен даналыққа жетелейді. Байлық деген тезек сияқты, үйілген сайын сасиды, шаршылса жерді тыңайтады. Өзі жетісіп өмір сүріп, жоқшылық көріп отырған бауырынан безсе, ондай адамды Құдай сүйе ме? Адамдар өздеріне байлық пен атақты қалайды. Егер осы екеуіне адал жолмен қол жеткізе алмасаңыз, олардан аулақ жүргеніңіз дұрыс. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі содан шығады. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ел басы топ басыларына тоқтай білетіндігі мен намысқойлығы.